Ал достарым, қалайсыңдар? Мам екеуміз бестің шайын ішіп отырмыз. Шай ішкенсің қойдың ба? Иә. Әңгіме айтайын деп отырмын құлағыңа. Баяғыда деймін-ау. Кәшегі. Баяғыда бір Төлек батыр дейтін батыр болыпты. Иә. Сол Төлек батырдың Сандыбай дейтін 16 жаста баласы бар екен. Иә. Жақында отырайыншы мама. Содан Сандыбай жас екен. Сол жаугершілік заман болса керек, сол жас болса да жасырынып жауға шауыпты. Иә. Содан жаңағы Төлек батыр естіп қалып, ойбай Сандыбай, сен әлі жассың, буының қатысын жауға шаппа деп сөйтіп айтыпты. Иә. Сонда да әлгі бала қайтпапты. Ойбай-ай. Қайтпадың ғой, онда мен саған батамды берейін, қолыңды жай деп, жаңағы Төлек батыр Сандыбайға бата беріпті дейді. Ой, дүние-ай. Сонда батасы былай дейді. Ай, балам, жауға бармас болар, барса да жаудан қашпас болар. Жаудың қолына түспес болар, түссе де шынын айтпас болар. Балам, жаудың қолында өлмес болар, өлсе де адамшылық арын бермес болар. Адамшылығыңды өзіңе тапсырдым, аманшылығыңды Тәңірге тапсырдым деп бата беріпті дейді. Пай. Иә. Содан әлгі Сандыбай үлкен азамат жігіт болыпты дейді. Апырмай, жаудан аман қалған. Аман қалыпты. Бата, әкесінің бата. Әкесінің батасын алып. Ой, дүние-ай. Сөйтіпті. Әкесінің батасы. Қабыл болған ғой батасы. Содан баяғыда Абайдың кезінде, Абай енді атақты ғой, енді қазақтың данышпаны. Атақты. Сол кезде бір Мәшкүр Жүсіп дейтін бір керім ғалым адам болыпты. Өзі діндар, бір атағы бар, сондай абыройлы кісі болыпты. Иә. Сол екеуі де сырттай бір-бірінің атына қанық екенде, бірақ бір-бірімен кездесіп көрмеген екен. Содан бір күні Мәшкүр Жүсіп Абайға келіпті сәлем берейін деп. Сонда айтыпты, Абай Мәшкүрді сынайын деп. Ай, Мәшкүр, Құдай қайда, тозақ деген не, жұмақ деген не деп сұрақ беріпті. Ой, пырма, иә. Сонда Мәшкүр табанда жауап беріпті. Абайдың Құдайының қайда екенін мен білмеймін, менің Құдайым жүрегімде депті. Ой, пырма, одан ақта. Сосын айтыпты, жұмақ деген кімнің үйінде әйелі ақылды болса, жұмақ сол депті. Ой, пырма. Кімнің үйінде әйелі ақылсыз болса, тозақ сол депті. Ал бәлем, ой, пырма. Әлгінің жауабына Абай риза болыпты дейді. Дұрыс. Жауабы керім ғой. Иә, жауабы керім. Масқара оғынды. Масқара. Сөздің қадірін біледі ғой адамдар ол кезде. Ірімшік кешегі. Содан бір күні әлгі кімді айтайын деп отырады мен? Шалақын деген өтулі ғой қазақтың даласында. Иә. Аты Тілеуке екен негізі. Бірақ сол кішкентайынан даналық айтып, кішкентайынан жаңағы айтқыш болған ғой енді, суырып салма ақын. Айтқыш болған. Табанда шығарады екен. Содан оны кішкентайынан бастап сондай үлкеннің сөзін сөйлейтін болғасын шал деп атап кеткен екен. Дұрыс-ақ. Сол шалақынның әйелдер туралы айтқан өлеңі бар. Иә. Жалпы қазақта айтады ғой, қазан мен қатынның қымбатын ал дейді. Дұрыс-ақ. Қалың малы арзан деп кедейдің қызын алма дейді. Жасаулы деп, малды деп, байдың қызына қызықпа дейді. Ой, пырмай. Ары бар, ұяты бар, ақылы бар. Қызды көргенде қанша қымбат болса да айттыру керек дейді. Дұрыс-ақ, ал керек болса. Сол шалақын айтады ғой. Жақсы әйел дәулетіңе жөн келтірер,
Әйелің долы болса күнді өлтірер. Дұрыс ақ. Жақсыдан жаман туған бала болса, үйде жатқан атаға сөз келтірер. Ойпырма. Айту болады. Жақсы әйел айтқан сөзді кеттей қоймас. Осал жігіт әйелге беттей қоймас. Жаман әйел жауыз әйел дейді. Жауыз әйел қабаған ит сияқты ер жігіттің түбіне жетпей қоймас. Ойпырма.